Ассалаумағалейкум, еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда мен Бауыржан Бақытбекұлы және сурда аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Алда көретіндеріңіз. Ел аумағындағы кейбір жекеменшік ақша айырбастау пункттері ақш валютасының құнын жоғарылатты. Алайда ұлттық банктың ресми сайтында ешбір өзгеріс байқалмайды. Бір жыл бұрын мүгедек жанды көлікпен қағып мерт қылған қарағандылық полицейге қатысты тергеу жүргізілуде. Бірақ әзірге ол ішкі істер органындағы өз қызметінде жүр. Нью-Йоркте Геннадий Головкин мен канадалық Давид Лименің жекпе-жек алды кездесу өтті. Былғар қолғап шеберлері өзара кім мықтыны 17 қазанда анықтайды. $1 үшін 198 теңге. Бүгін еліміздегі кейбір жекеменшік банктер мен ақша айырбастау бекеттері ақш валютасының бағамын осындай деңгейге дейін өзгертті. Дегенмен ұлттық банктың ресми сайтында теңге бағамына қатысты ешқандай өзгеріс байқалмайды. Онда теңгенің долларға шаққандағы көрсеткіші бұрынғыдай 188 теңге 35 тиын болып тұр. Банк өкілдері болса ресми мәлімдеме беруге асығар емес. Ал орын алған жағдайға байланысты өз пікірін әлеуметтік желілерде макроэкономикалық зерттеулер орталығының директоры Олжас Құдайбергенов былай деп білдірді. Ағымдағы теңгенің долларға шаққандағы дәлізі мұнай бағасының бір баррелі $55-60 көлемінде сақталады деген есеппен бекітілген. Бірақ қазір баға $48 дейін төмендеді. Бұл дегеніміз бизнес саласындағы бірқатар өкілдердің теңге бағамын өзгертуге қатысты талаптары орындалады деген сөз. Менің ойымша, алдағы күндері аталған мәселе нақтылана түседі деп жазады Құдайбергенов өзінің Фейсбуктегі парақшасында. Айта кетейік, 15 шілдеде ұлттық банк теңгенің долларға шаққандағы дәлізін 198 теңгеге дейін кеңейткен болатын. Оның төменгі деңгейі бойынша бір ақш доллары 170 теңге, ал жоғарғысы 198 теңге көлемінде бекітілген еді. Сондықтан айырбас бекеттерінде байқалған бүгінгі бағам ресми бекітілген дәлізден асқан жоқ. Бұл туралы толығырақ сағат 20:00-де хабар арнасының қорытынды жаңалықтар бағдарламасынан көре аласыздар. Қазақстан мен Қырғыз Республикасы шекарасында ветеринарлық бақылау шаралары әзірге сақталады. Бұл туралы еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің төрағасы Сақташ Хасенов мәлімдеді. Жауапты ведомствоның мәліметінше, өткен жылы Қырғызстанда аусыл ауруы өршіп тұрған болатын. Сол себепті тиісті рұқсаттама берілмейінше Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне қауіп төндірмеу үшін шекарадағы ветеринариялық қадағалау шаралары сақталады. Айта кету керек, Қазақстан бүгінде аусыл ауруынан ада аймақ саналады. Біз көрші мемлекетте тиісті тексеріс шараларын жүргіздік. 3 мәрте өткізілген тексеріс қорытындысы бойынша әріптестеріміздің қажетті деңгейде қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмайтынына көз жеткіздік. Қарағандыда осыдан тура бір жыл бұрын мүгедек жанды көлігімен қағып кетіп мерт қылған полицей әлі күнге дейін ішкі істер органында өз қызметінде жүр. Марқұмның туыстары құзырлы органдарға осыған дейін 3 мәрте шағымданса да іс кері қайтарылған. Тек бұл жағдай қоғамда қызу талқыға түскен соң ғана ішкі істер департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасы істі қайта тергеуге алған. Менің жұбайымды қағып кеткен полицей 2 баланы әкесіз қалдырды. Ал өзі итті қағып кеткенде әлі күнге дейін қызметінде жүр. Осы күнге дейін бір рет келіп, тіпті кешірім де сұраған емес. Қайғылы оқиға былтыр 14 қыркүйекте орын алды. Тергеу барысындағы мәліметтерге сенсек, 54 жастағы Рифхат Тоқтарбеков жұбайын жұмыстан қарсы алуға шыққан. Жолдан өтіп бара жатқанда көлігін тоқтатып үлгермеген 23 жасар полицей Сайран Рахымбеков оны қағып кеткен. Соққының қатты болғаны соншалық Рифхат 10 метр жерге ұшып кеткен. Алайда полицей марқұмның кенеттен шыға келгенін айтып ақталуда. Қазір қайтыс болған азаматтың жұбайы әділдік іздеуде. Бір жыл ішінде полицейге қарсы қозғалған қылмыстық іс 3 рет тоқталып, қайта қосымша тергеу амалдары жіберілген. Сараптаманың қорытындысы бойынша полицей сағатына 47 км жылдамдықпен жүрген, апатты көрген куәгер жоқ. Дегенмен кейінірек марқұмның туғандары апат болған жолға жақын орналасқан автотұрақтың бейне камерасындағы түсірілімде көліктің қалай соққаны анық көрсетілген анықтайды. Алайда бұл дерек іске қосылмаған. Рахимбековке қатысты қызметтік тексеріс тағайындалып, іс бойынша процессуалдық шешім шыққанша тоқтатылды. Сондықтан да ол қазіргі уақытта ішкі істер органдарында қызмет жалғастыруда. Соңғы процессуалдық шешім шыққаннан кейін Рахимбековтің ішкі істер органдарында жұмыс істемеуі сұрақтары шешілетін болады. Қазір Рифхаттың туғандары бұл қылмыстық іске қосымша тергеу жүргізуді талап етіп, дегендеріне жетті. Жақында Тоқтарбековтар отбасы марқұмның асын беруге дайындалуда. Айнұр Абдиева, Василий Савкин, Хабар, Қарағанды.
Атырау облысы бойынша үстіміздегі жылдың 7 айында 3000-нан астам шетелдік азаматтың көші-қон ережесін бұзған анықталды. Олардың арасында ТМД-дан өзге Қытай, Индия, Түркия, Ұлыбритания, Италиядан келіп, заңсыз жұмыс жасап жүргендер бар. Бұл азаматтарға негізінен жергілікті ішкі істер органдарына уақытылы тіркелмеу, Қазақстанда болу мерзімі аяқталса да заңсыз жүру секілді еліміздің көші-қон заңнамасын бұзғандықтары туралы айып тағылуда. Тіпті кейбіреулері мұнайлы өңірге жеке сапармен келіп, жекеменшік компанияларға жұмысқа орналасып алған. Көші-қон полиция басқармасы ұйымдастырған бүгінгі бір рейд барысында осындай 70-ке тарта шетелдік анықталды. Жыл басынан бері облыс аумағында Қазақстан Республикасының көші-қон заңдылықтарын бұзған 3000-нан астам шетелдіктер анықталды. Олардың басым бөлігі Өзбекстан Республикасының азаматтары. Ұсталғандарға қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, сот қаулысымен 1000-ға жуық шетелдік Қазақстан Республикасының аумағынан әкімшілік жолмен тысқары шығарылды. Грекия күн сайын ағылып келіп жатқан мигранттарға төтеп бере алар емес. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше өткен аптаның өзінде Грекияға 21 мыңға жуық шетел азаматы келген. Ал жыл басынан бері Эллада елінің шекарасынан 160 мың келімсек заңсыз асыпты. Ал оларда қабылдау орталықтарында бос орын мүлде жоқ. Сондықтан мигранттар қалаға қала ішінде шатыр құрып алып, қалашықтар ұйымдастыруда. Онсыз да жағдайы мәз емес болып отырған Грекия билігі осы мәселеге байланысты Еуроодақтан көмекте сұраған. Францияның ауыл шаруашылығы саласында дағдарыс күшейіп барады. Аталған саланың әлсіреуі елдің оңтүстік және солтүстік аймақтарында айқын байқалады. Баға саясатына қарсы шыққан шаруалар бірнеше қалада наразылық шараларын ұйымдастырды. Олар қоғамдық орындар мен көшелерді қалдық заттармен толтырып жатыр. Мемлекеттік мекемелердің алдында шашылып жатқан қоқыстың арасында автомобиль көлігінің дөңгелектері де бар. Оларда жинау жұмыстары ел қазынасына салмақ салуда. Франция билігі тарапынан көрсетілетін көмек 600 миллион еуро болмақ. Ал бұл соманы асынған наразы шаруалар қарсылық акцияларын тоқтатар емес. Француз өндірушілерінің ауыл шаруашылық секторына төнген дағдарыспен бетпе-бет келуіне бірнеше себеп бар. Бір жағынан Еуроодақтың ережесі, екіншіден ірі сауда желілері жеңілдіктер жариялап тауар бағасын арзандатып жіберді. Бұл да дағдарысқа себеп болды. Биыл Қазақстанда 157 жаңа мектеп ашылады. Ал апат жағдайда тұрған білім ордаларының мәселесін 2017 жылдың соңына дейін толықтай шешу міндеті тұр. Білім саласындағы өзекті проблемалар бүгін Ақордада талқыланды. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова еліміздің ең үздік ұстаздармен кездесті. Жиында білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов тағы бір жағымды жаңалығымен бөлісті. Елімізде 3 ауысымда тәлім беретін мектептердің саны 20%-ға қысқарып, 80-ге дейін азайған. Сала басшысы оқулық мәселесінде бір жайлы етудің қарекеті жасалып жатқанын айтты. Оқулықтарды алсақ, осы қаңтар айынан бастап өңірлермен бірігіп, тізімін жасап, жоспарларын жасап, қазір көбісі сол өңірде, облыстарда ол мәселе шешімін тапты. Біз бір-екі аудан қалды, бірақ сол жерде жергілікті атқарушы органдар бұл мәселе бірінші осы тамыз айының аяғына дейін толық шешетін болады. Батыс Қазақстан облысында жаңа оқу жылында 5 бірдей жаңа білім ошағы пайдалануға беріледі. Осы арқылы өңірде апатты жағдайдағы мектептер мәселесі толығымен шешілмек. Сонымен қатар Жаңақала ауданы мен Орал қаласында 1200 балаға есептелген мектептің ашылуы орын тапшылығын түпкілікті жояды дейді мамандар. Биыл білім саласының бюджеті 40 миллиард теңгеден асқан. Бұл өңір бюджетінің 3/1 бөлігіне тең қаражат. Облыста еліміз бойынша ең өзекті мәселенің бірі балабақшамен қамту мәселесі де шешімін тауып келеді. Соңғы 2 жылда өңірде 6 балабақша салынды. Сөйтіп 3 пен 6 жас аралығындағы балалардың 97% мектепке дейінгі тәрбие берумен қамтылып отыр. Бірінші сынып оқушыларын мектеп формамен қамтуға келетін болсақ, облыстың жалпы 7 ауданында осы бірінші сынып оқушыларға жергілікті бюджеттен қаржы бөлу арқылы мектеп формалары сатып алынып беру жұмыстары жүргізілуде. Ал енді қалған аудандарда, мысалы үшін бірінші сыныпқа келетін әлеуметтік аз қамтамасыз етілген отбасының балаларына жаппай оқумен қамту қоры есебінен де мектеп формасымен қамту шаралары жүргізіледі.
Қазақстандық Геннадий Головкин мен канадалық Давид Лемьенің жекпе-жек алда кездесуі болды. Нью-Йоркте өткен дәстүрлі баспасөз мәслихатында 100-ге жуық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жиналды. Айта кетейін, атақты Madison Square Garden аренасында 17 қазанда өтетін қазақстандық боксшының кезекті сайысына арналған билеттер қазірдің өзінде рекордты деңгейде сатылып жатыр. Жанкүйерлер асыға күтіп жүрген атышулы жекпе-жек жайлы тілшіміз әңгімелейді. Геннадийге лайықты қарсылас пайда болды. Бұл қазақстандық боксшының промоутері Том Лефлердің сөзі. Бұл жолы рингке шығатын Давид Лемье оңай қарсылас емес. Осыған дейін ол өткізген 36 кездесуінің 34-ін жеңіспен аяқтаған. 31 жекпе-жекте қарсыласын нокаутқа жіберген. Орта салмақ бойынша әлем чемпионы атанған канадалық былғар қолғап шебері соңғы сәтке дейін жұдырықтасатынын жеткізді. Мен үшін бұл жерде болу үлкен құрмет. Бала кезімде мыңдаған көрермен жинаймын деген ой үш ұйықтасам да түсіме кірмеген. Мен Головкиннің мүмкіндігін білемін және бағалаймын. 17 қазанда өтетін кездесу тартысты болатынына сенемін. Атағы Америкаға асып, әлемге әйгілі болған Генаның бұл кездесуі алғаш рет HBO телеарнасынан көрсетіледі. Өзге боксшылар сынды мақтанға әуес болмай, жанкүйерді қарапайымдылығымен баураған Геннадий бұл жолғы кездесудің қызықты өтетініне сенімді. Бұл жерге қайта келудің өзі маған ерекше әсер береді. Барлық ұйымдастырушылар мен боксшыларды, жанкүйерлерді үлкен оқиға күтіп тұр. 17 қазанда естен кетпейтін кездесу болатынына уәде беремін. Madison Square Garden аренасындағы айқасқа асыққан адамның саны көп. Қазірге дейін 15 000 билет сатылыпты. Ал Головкиннің баспасөз мәслихатына бір топ қазақстандық жанкүйер арнайы келіп қолдау білдірді. Оларға алғысын білдірген Геннадий енді Канадаға жолға шықты. Ол жерде қазақстандық 3G тағы да тілшілердің сұрағына жауап бермек. Нұршапағат Несіпбаев, Майра Абдрахманова, Майк Джойл, Хабар, Нью-Йорк. Ауыр атлетикадан Қазақстан ұлттық құрамасының мүшелері сыр елінде оқу жаттығу жиынын өткізуде. 2 дүркін олимпиада, 4 дүркін әлем чемпионы Илья Ильин бастаған зілтемір шеберлері Бразилия астанасында өтетін жаһандық жарыста олимп шыңын бағындыратын қазақ спортшыларының қарасын көбейтуді көздеп отыр. Бұл ретте мамандар болашағынан зор үміт күттіретін толағай Алмас Өтешевтің де Рио-де-Жанейрода жүлдеге қол жеткізуге мол мүмкіндігі бар деп санайды. Сондай-ақ жаттықтырушылар тобы Алматыда өткен әлем біріншілігінде 94 келіде топ жарған Жаслан Қыдырбаевқа үлкен сенім артып отыр. Сыр жеріндегі оқу жаттығуға қатысып жатқандар ішінен үстіміздегі жылы Азияның құрлықтық бәсекесінде және Америка құрама штатының Хьюстон қаласында өтетін әлем чемпионатында өнер көрсететін мықтылар іріктеледі. Перед чемпионатом Азии биыл құрлықтық және әлем чемпионатынан бөлек Қытай мен Ресейде лицензиялық сайыстар өтеді. Біз жалпы 2016 жылғы олимпиадаға 10 жолдама жеңіп алуды көздеп отырмыз. Оқу жаттығу жиынын сыр еліндегі өткізуіміз тегін емес. Қызылорда облысы республика бойынша барлық аудандарда ауыр атлетика үйірмелерін ашқан жалғыз өңір. Қазірде тегеуріні мықты жастар өсіп келе жатқанын байқап отырмыз. Бәсеке бар жерде нәтиже де болары сөзсіз. Жаңалықтарымызды арнамыздың ресми сайтынан да көре аласыздар. Амандықта жүздескенше.